көрсетші. Кім өз атаған ба? Алды. Енді ұшпен мұна үй. Оны сөзіп көсетіңіз. Қандай? Мәдениет direkt. Қоспамыр ма? Қоспамыр ма? Белгіліш. Біреу не ұғыш. Қоспамыр ма? Жүрсің маңдар бұлай тарс дайым. Бұлайды біреу болың ма? Өзден отыру. Кім болсы? Деп жүріңіз. Бош ма? Жоқ. Бұлайды біреу болың ғой кәй шық бұлмай тұяқ. Тұқтыш. Есін ба? Кеттігі? Қош кеттігі? Жүріш кеттік. Мұн тұрып, қорқыс баран өйгір өтір. Бармай мен қош. Мати! 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 Қайда жүрсің? Ағылды, не? Сым қапты камера. Бегелеш. Ой, шағаты маңларсың май. Шынай! Айбе, айт. Бергелеу. Маңларсың. Бергел. Қақтымын. Қол шықты шыға сол ішіне. Ойын емес, мать. Бес камера, не? Бес камера. Мать еще. Бес. Мать. Мать. Жоқ қалашы. Şimdi. Bak. Ay, yok artık. Başladı.
Оған не? Сатамыз кетті, жүргенімізге түсіп тұр. Жатам, жеги. Болма сұрақтарды қоя берейін ба? Бұл қойхана қазір жоқ, брат. Қойға бара алмайсың сен. Көріп көре алмайсың. Қойға садик болып кеткен ба, бірдеңе ойым, Оны түсірген мен ғой. Камераны қосып, тойханадан бастап үйге дейін түсіріп бардым ғой. Кеттік ө. Қош кеттік ө. Давай, брат. Кешке футболға келесіңдер ма? Ноутбук тауып алды дейді сендерді. Макбук па? Не? Я, кәстердің берген бұл. Флойд сатқан кезде затты қалдырып кеткен да. Базбалдан түстік, оказы жақта ноутбук жатыр екен. MacBook Pro ғой, 2013. Şey vereyim. Не екенінде ө. Әге сіздерді домовой көрген шайтан ұрған дейді ғой. Домовой бана деген жын деген өзі. Домовой деген нәрсе болмайды ол. Орыстарда айтады домовой. Осы жүре деген нәрсе жын ол. Кімді үйінде бір рет Бақара сүресі тыңдалса, осы жерде жын тұрмайды дейді. Шайтанын да тұрмайды. Қара. Кімді үйінде азан шақырылатын болса, азанды тауысыз жеткен жерге дейін артынан жел шығарып шайтан қашып кетеді деді. Қарашы. Келмейді ол жерге. Оның орнына біз арақ сақтап қойсақ, оның орнына біз наркотикті сақтап қойсақ, келген адамдарға бағана арақты беріп, мәз қылып, үйде не болып жатқанды білмей, осындай қылып ластап тастасақ, әрине ол жерде шайтан үшін көбейіп кетеді. Әрине ол жерде домовой деген нәрсе жүріп қалады енді. Ол домовой емес, осы жын ол, шайтан ол. Құдай сақтасын, домовой ұрмаған. Енді мына жігітті домовой ұруы мүмкін, өйткені темекі шегеді. Негізі нормально отқан жігіттерге домовойды жындар ұрмайды ғой. Ондай нәрсе негізі бар еді. Намазыңды оқып, нелеріні түнде тахаджудтан намаздар оқып, не қыладың болсаң, үйіңді таза тұтасың, Бақара сүресін қой, пайғамбар алейхиссалам үйретті соған. Бұл таза болды қойды үйің. Балдарыңа жақсы, өзің тыныштықтасың, жақсы ұйықтайсың, кейін дәрет білен ұйықта деді. Дәретің білен кеп ұйықтайтын болсаң, рахатты ұйықтайсың. Оны бір жақсы жері тағы да Аллахта бағана бәрі нәрсені есеп кітабы бар деп жатырмыз ғой. Сені түнде де ғибадатта деп жазады бағана кірамин кәтибіндер. Жігіттер, сендер болған үй, жындардың мекені дейді, сол рас па? Негіз, ол еді білмеймін, бірақ каждый үйде бар ғой негіз ондай. Тосын дүние жағы, Құранда жын, адам деген бар ғой негіз ондай. Жын дегені Аллах Тағала Құранында келтіреді. Жындер менен адамдарны мен құлшылыққа жараттым деді. Ол дегені жын әлемі бар екендігіден бір не құжет. Дәлел ол. Білеміз адамдар барлығыны. Жын әлеміне барлық адам көре білмейді оны. Бірақ одан біз қорқуымыз міндет емес. Біз ол видеода негізі менің паникамен азаматтың паникасы қосылды. Еще ол жерде музыка қойылып кеткен. Содан қорқышты кино көрген. Айтсам біз өзіміз қорқып жүрміз. Мысалы соңында мен деп қалған жерім бар ғой. Мен көкем деп қалған жер ғой негізі. Адам қорыққанға қос көреді деген бар ғой бауырым. Бізде сондай болғанда жын шайтан және тылсым дүниеден біз құтқарылатын бізде сөз бар. Бірінші пайғамбар алейхиссалам үйреткен дуа, тәухид калимасын айту. Ол көп емес. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Бағана жатып атқанда үйретті. Орныңды бейтіп, 3 рет не қылып, төсегіңді. Ұқтардың алдында да отырда Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін 3 реттен оқып, түп деп, сонда неге барлық жеріңге
не қылып таста, сипап тастаған. Кім жатқанда бағанасыны аятел курсын оқып жатса, оған да осындай жайтан үшін жақындамайды. Міне бұл жолдарын үйреніп алса, кейін жайлап өзі дінге келіп, намаз басқасını үйреніп кете береді. Балалық кездегі қорыққанымыз ғана ол жерде қатты. Тылсым дүние дейді жоқ. Болмайтын жерден шығара бермеу керек, қорқынышты. Тек бір Алладан қорқу керек. Бұл. Тек бір Алладан қорқу керек. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Oturda İhlas, Falak, Nas surelerini 3 retin okup tüftüdüp, onda nege barlıq жеринге не қылып таста, сипап тастаған.